Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте оңай жасалатын және қолжетімді заттардан тұратын, таразысыз, миксерсіз дайындалатын пирогтың түрімен танысатын боламыз. Маралмен бірге болып, видеоны ақырына шейін көріңіздер. Алдымен кеңірек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Шым-шым тұзымызды салып, барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір құты сгущенкамызды саламыз және араластырамыз. Осы сгущенкамыздың құтысын тастамаймыз, жақсылап жуып, бұл біздің өлшегіш стаканымыз болады. Бір ас қасық лимон қышқылының суын құямыз. Егер сіздерде лимон қышқылының суы болмаса, қоспасаңыздар да болады. Бір құты ұнымызды саламыз. Бір жарым кіші қасық қопсытқышымыздан салып, бәрін венчикпен араластырамыз. Бізде осындай бір текті масса шығады. Сол кезде жарты құты сұйық майымыздан қосып, тағы да араластырамыз. Диаметрі 22 сантиметрлік формамызға пергамент қағазын төсейміз және дайындаған қамырымызды құямыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 30-35 минут пісіреміз. Достар, міне біздің оңай жасалатын және қол жетімді заттардан тұратын пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты.